Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен баклажан мен кабачкиден жасалатын кешкі ас дайындайтын боламыз. Достар, менің каналыма подписаться етіп, лайк басыңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Достар, кешкі ас дайындауға кірісеміз. Құрметті қыз-келіншектер, менімен бірге жасап көруге кеңес беремін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болады. Бұл кешкі асты дайындау үшін бізге 2 баклажан, 1 кабачки болса жеткілікті. Ең алдымен тереңдеу ыдысқа су құйып, 1 шай қасық тұз салып, жақсылап араластырамыз. Баклажанды міне өздеріңіз көріп тұрғандай өте жұқа етіп, осылай турап аламыз. Және туралған баклажандарды осы тұзды суға салып қоямыз. 10-15 минут тұзды суда тұруы керек. Келесі кезекте кабачкиларды осылай жұқа етіп турап аламыз да, тұзды суға салып қоямыз. Кабачкиларды да 10-15 минут тұзды суға салып қою керек. Өйткені біз қазір қолданғанда баклажан да, кабачки да жұмсақ болып тұру үшін осылай тұзды суға саламыз. Достар, енді біз салмасын дайындаймыз. Салмасына 300 грамм тартылған ет пен пияз керек болады. Пиязды міне өздеріңіз көріп тұрғандай, өте ұсақ етіп, 4 бұрышлап турап, салмамызға саламыз. 2 пияз болса жеткілікті. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш саламыз және жақсылап араластырамыз. Біздің жасап жатқан кешкі асымыздың ең маңызды жері міне осы. Осылай баклажандарды алып, арасына салманы салып, осылай дөңгелетіп, майланған протеинге саламыз. Протеинді міндетті түрде майлап аламыз. Бұл кешкі ас өте дәмді. Қонақтардың да, отбасы мүшелерінің де көңілінен шығатынына сенімдімін. Құрметті ас үй ханшайымдары, сіздер де жасап көріңіздер. Жасап көруге кеңес беремін. Протеинге тізілген баклажан мен кабачкидің бетіне жұмыртқалы масса құямыз. Ол үшін бізге 2 жұмыртқа, 2 шай қасық майонез керек болады. Және тұз себеміз. Осы 3 қоспаны жақсылап араластырамыз. Осы араласқан массаны біздің баклажанымыз бен кабачкидің бетіне құйып шығамыз. Сіздер бұл массаның орнына сырды теркадан өткізіп қолдансаңыздар да болады. Мінекей видеода көріп тұрғандай, осылай қасықпен құйып шығамыз. Құйып болғаннан кейін қызып тұрған пеште 180 градуста 40 минутта пісіріп аламыз. Мінекей біздің кешкі асымызда дайын. Кешкі асты осы күйінде ұсынсаңыздар да болады, немесе осындай қызыл немесе ақ соус құйсаңыздар да болады. Қызыл соустың рецепті менің каналымда бар. Менің каналыма подписаться етуді ұмытпаңыздар. Рецепт сіздерге ұнады деген ойдамын.